Сәлем достар, сіздермен бірге ипотека академиясы. Және бүгін біз сіздерге отбасы банк ұсынған ерекше және ел үшін маңызды бағдарлама Асыл Мекен ипотекасы туралы айтып береміз. Қызықты ма? Онда бастайық. Ауылдың мемлекет үшін қаншалықты маңызды екенін білдіңіз бе? Ауылдық аймақтар мемлекеттің азық-түлігінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, елдің тұрақты дамуына да үлкен үлес қосады. Ауыл тұрғындары жергілікті шаруашылықты қолдап, экономиканы нығайтып, ауыл шаруашылығын дамытуға көмектеседі. Бірақ бұл процестер өздігінен жүрмейді. Ауылға қолдау керек. Ауылда өмір сүретін адамдар үшін инфрақұрылым мен өмір сүру жағдайлары маңызды. Балалары жақсы білім алып, сапалы медициналық көмекке қол жеткізулері тиіс. Бұл үшін мемлекет ауылға қажетті мектептер мен ауруханаларды салып қойса да, оларды жоғары білімді мамандармен қамтамасыз ету керек. Осындай мамандар ауылға келіп, жұмыс істейтін болса, ауыл өмірі дамиды. Ауыл тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету арқылы біз олардың өмір сүру сапасын арттырып қана қоймай, елдің тұрақты дамуына да үлес қосамыз. Осы мақсатта Отбасы банк Асыл Мекен бағдарламасын іске қосты. Бұл бастама ауылдық аймақтардың маңыздылығын арттырып, ауылды қолдау және дамыту үшін жасалды. Бағдарламаның қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Негізгі талаптар: өтініш беруші және оның отбасы мүшелерінің Қазақстан аумағында өз тұрғын үйі болмауы тиіс. Сатып алатын және сатылатын үй барлық құрылыс, санитарлық және экологиялық нормаларға сәйкес болу керек. Өтініш беруші мен оның отбасы мүшелері соңғы 5 жылда тұрғын үйді сатпаған болуы тиіс. Ипотека шарттары несие мақсаты ауылдық жердегі тұрғын үйді сатып алу немесе жеке үй салу. Алғашқы жарна үй құнының 10%, жылдық пайыздық мөлшерлеме 5%-ды құрайды. Максималды несие мерзімі 19 жыл. Оның 8 жылы алдын ала займ, 11 жылы тұрғын үй займы. Тұрғын үй займ бойынша пайыздық мөлшерлеме 3,5%-дан бастап 5%-ға дейін. Максималды несие сомасы 10 миллион теңгеге дейін. Бағдарламаның артықшылықтары: бұл бағдарлама арқылы ауыл тұрғындары тек жайлы үйге қол жеткізіп қана қоймай, елдің дамуына да өз үлесін қосады. Жайлы ортада өмір сүріп, болашақ ұрпаққа да жақсы жағдайлар жасайды. Бүгінгі біздің шығарылымымыз осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған ипотека академиясы. Сау болыңыздар.